Қайырлы күн, 6-шы сынып оқушылары. Сіздермен бірге мұғалім каналы. 6-шы сынып оқушылары, біз бүгін қазақ әдебиеті пәнінен 3-ші тоқсанға арналған номер 2 БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Тапсырманы соңына дейін көруге кеңес беремін. Тақырыбы мен балаң жарық күнде сәуле қуған. Бөлімі бойынша БЖБ тапсырмасы тақырыбы Сайын Мұратбековтың Жусан иісі кітабы. Оралхан Бөкей, Тортай мінер ақ бозат. Бізде екі нұсқа болады. Біз қазір осы бірінші нұсқаны талдаймыз. Оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Орындау уақыты 15-20 минут. Төмендегі сұрақтардың дұрыс жауабын белгілеңіз дейді. Бізде осы 5 сұрақ беріледі, осыларды белгілеп шығамыз. Бізде бұл Сайын Мұратбековтың Жусан иісі әңгімесінің басты тақырыбы не дейді? Бұл жерде кітапты оқысаңыздар, Жусан иісі бұл жетімдік туралы қарастырылады. Екінші сұрақ, Жусан иісі шығармасының оқиғасы қай кезді бейнелейді? Соғыс кезіндегі ауыл тіршілігі, яғни сол кезде басты кейіпкер Аянның әкесінің соғысқа кетуі айтылған. Екінші, Аян ертегілерінің бәрінде баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталуының себебі неде екенін көрсетіңіз дейді. Бұл сол уақыттағы қоғамға байланысты айтады, яғни өзі де жетім бала болып саналады. Өйткені анасынан ерте айырылады, әкесі соғысқа кетіп қалады, әжесінің қамқорлығында қалады, бірақ әжесі де соңында қайтыс болады. Төртінші сұрақ, Аянның әріпті тез үйренудегі мақсатын табыңыз дейді. Соғысқа кеткен ағасына хат жазғысы келеді. Яғни бұл жерде ағасы дегеніміз өзінің әкесі. Яғни бесінші сұрақ, Аянға қаралы қағаз келгендегі алғашқы әрекетін көрсетіңіз. Ол үнсіз қабылдады. Яғни бұл жерде Аянның үнсіз қабылдауы өзін осы кітаптың, осы шығарманың басталуынан бастап өзін үлкен адамдар ретінде көрсетеді. Яғни сол себепті де үнсіз қабылдады деп айтылады. Бесінші сұрақ, В жауабы дұрыс. Екінші тапсырма, бұл бізде кесте беріліпті. Берілген көркемдегіш құралдарды пайдаланып, теңеу, эпитет, метафора, метонимияны сипаттап жазыңыз. Бізде шығарма және сипаттамасы беріліпті. Бұл жерде шығармада 3 не берілген, яғни кейіпкер Тортай, табиғат көрінісі, оқиға орны. Яғни бізде бұл екінші тапсырма Тортай мінген ақ бозат жайлы қарастырылады. Сипаттамасы: Тортай тағдырдың ауыртпалығын жастай сезініп, өз қатарластарына қарағанда ерте есейген бала. Ата-анасынан қатар айырылып, өмірдің тәрбиесін алып жүрген Тортай қатарының үлкені және алды. Екінші, табиғат көрінісі: ұмырт үйірле алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, ұлардай шулап жүргеніміз. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар Тортай атты бала болушы еді. Әке шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Оқиға орны: қой аузынан шөп алмас, жуас, құлағының сәл мүкісі бар. Бала болып көп ойнамайтын, жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі ол таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін дейді. Бізде 2 тапсырма орындалды, енді дескриптор бойынша талдаймыз. Так, бізде екінші нұсқаны қарастырамыз. 6-шы сыныптың 3-ші тоқсанға арналған қазақ әдебиеті пәнінен номер 2 БЖБ тапсырмасын талдаймыз. Бізде мен балаң жарық күнде сәуле қуған бөлімі бойынша талдау. Тақырыбы Сайын Мұратбековтың Жусан иісі кітабы, Оралхан Бөкейдің Тортай мінер ақ бозат, яғни осы шығармаларды қарастырамыз. Екінші нұсқа. Бізде бірінші тапсырма Тортай мінер ақ бозат әңгімесі бойынша төмендегі кестені толтырыңыз дейді. Бізде қарасақ, кесте көркем шығарманың негізгі идеясы, шығармада көтерген әлеуметтік қоғамдық мәселе, Тортайға тән қасиеттер, Тортай және қазіргі бала. Көркем шығарманың негізгі идеясы Тортайдың бастан кешкендері, соғыстан кейінгі қайғы қасіреттері баяндалған. Шығармада көтерілген
шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселе, мысалы Тортайдың әжесімен ауылға қоныс аударуы, балалардың Тортайға сіңісуі, әкесінің қаза табуы, өзінің балалық армандары. Тортайға тән қасиеттер. Тортай жетім бала, бірақ өзі білімге өте құштар. Ертеден қара кешке дейін кітап оқиды. Жазушы, үлкен адам болғысы келеді. Қоғамға айтары бар. Тортай және қазіргі бала. Тортайға тән қасиеттер. Бұл ақылдылық, ақылдылық, төзімділік, шыдамдылық, сабырлық. Тортай өте төзімді болды. Ал қазіргі балалар бұған бей-жай қарамай, шыдамайтын еді. Екінші тапсырма. Жусан есі әңгімесі бойынша соғыс кезіндегі балалар өмірі туралы берілген көркемдегіш құралдарды пайдаланып, теңеу, эпитет, метафора, метонимияны сипаттап жазыңыз. 50-60 сөз. Кейде кішкентай балаларды жасына жетпей, ер жетті деп айтып жатады ғой. Бұл кітаптың кейіпкері туралы да осылай тұжырымдауға болады. Бұл бала басынан талай қиындықтарды кешіргенімен, жастайынан ақылды, білімге алғыр, оқуға зерек, еңбекқор болып өседі. Соғыс үлкен кіші демей, барлығында да өз ізін қалдырмай қоймады. Сондықтан кітап кейіпкерінің де кейде кішілігі басып, ойын қуғанмен күнделікті өмірде даналығы басым. Болатын бала бастан дейді ғой. Өз басым бекер айтылмаған сөз деп ойлайды. Талай қиындық көрсе де, бәрін жеңіп шығады. Сіздер осымен біздің екінші нұсқамызды талдап аяқтадық. Дескриптор бойынша бізде бірінші тапсырмаға дұрыс жауап берсеңіздер 3 балл, екінші тапсырмаға дұрыс жауап берсеңіздер 5 балл. Барлығын қосқанда 8 балл беріледі. Тапсырманы аяқтаймыз. Біздің мұғалім каналына жазылып, лайк басып қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.